Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте оңай жасалатын тағам дайындаймыз. Гречка с подливой. Ең алдымен, әрине, табамызды қыздырамыз. Оған сұйық май қосып, ет қосамыз. Және де үстіп қуырып аламыз. Үстіп араластырып қуырамыз. Одан кейін бетін жабатындай мен су қосамын. Ыстық су, себебі ет жұмсақ болып пісу үшін. Оған дейін қалған көкөністерімізді дайындаймыз. Олар сәбіз, пияз және де картоп. Суымыз тартылғаннан кейін сәбіз бен пиязды қосамыз. Және де әрине қуырып аламыз. 5-10 минуттай керек болады. Қуырып алғаннан кейін мен бір үлкен ас қасық томат пастасын қосамын. Және де тағы да араластырып 5 минуттай қуырамын. Одан кейін ең соңынан картоп қосамын. Араластырамыз және одан кейін үстіне 1,5 есе көп, немесе 2 есе қоссаңыз болады, ыстық су қосамын. Әрине де тұз қосамын және де қалауыңызша приправа қосамыз. Енді картопымыз піскенше пісіреміз. Менде 20 минуттай уақыт алды. Әрине де қақпаны жауып қоямыз. Оған дейін гречкамызды пісіріп аламыз. Гречканы міндетті түрде жуамыз, тұз қосамыз. Және де рассыпчатый болып пісу үшін мен кішкене сұйық май қосамын. Және де тағы да 2 есе ыстық су қосамыз. Және қақпаны жауып 25 минуттай пісіреміз. Міне тамағымыз дайын болды. Өте қарапайым рецепт, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз.